Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғынның, рас сөзі аз қызметке таласқыш болатұғынның, өздерінің жалқау болатұғынның себебі не? Һәммә ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз мақтаншақ қорқақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз келеді. Әрбір мақтаншақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтуінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арысы жеткендік, сыйы өткендік. Байлық қызметінен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, таратып алмақ. Ол қыстаудан айырылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақылы кем болар еді. Малдан айырылғанда көбейсе, қыстауы босар еді, деп. Мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрі беріден соң сыртымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып мал іздемейді, егін сауданың керегі жоқ болды. Өз басын өзі осындай таласпен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп, арыз берді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деушілер, куәлар да әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығынан кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі, сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп кеткені. Ол болыс болғандар өзі қулық, арамдықпенен болыстыққа жеткен соң момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдем тиеді деп, егер қас болса, біртүрлі өзімізде залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі болмас кісі білер, ісі білмес кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы айлығынан жетерсің деген сөз. 3 жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп елдің қолданғандығымен күні өтеді. Екінші жылы кандидатпен аңдысып күні өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар ма екен деп күні өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадерлі, орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайланмаса, уездный начальник пен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі әуелі
қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначениемен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлки жоғалар еді. Және әрбір болыс или старшина басы бір сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Оған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның күлтөбенің басында күніне кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендігінен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі яки аз тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты, би екеу болса да дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса шоп билер таласып дау көбейте береді деген айтылған сөз. Үйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды білімді үш-ақ кісі билікке жыл кезінде сайланса, олар түссе жаманшылығы әшкере білгендігінен түссе әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қалмай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып яки жеребемен сайлап алып жүрсе, сонда дау ұзамай бүтін болар еді. Абайдың үшінші сөзі.